Бүгін 10 қаңтар күні Абай облысы және Семей қаласында жолдарды қардан тазарту бойынша брифинг өтті. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен кездесуге Абай облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы басшысының міндетін атқарушы Нұржан Ескендіров, Семей қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы Әділбек Уалисов, Семей жолдары жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Ермұрат Шарипов қатысты. Республикалық маңызы бар жолдарды Қазавтожол компаниясы басқарады. Казахавтодор жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қызмет көрсетеді. Облыстық маңызы бар жолдар бойынша қысты күтіп ұстауға Семей жолдарымен шарт жасалды. Жолдарды күтіп ұстауды кеңінен қамту мақсатында 5 қосалқы мердігерлік ұйымдары бар. Аудандық маңызы бар жолдарында жергілікті коммуналдық компаниялар қызмет көрсетеді. Аудандық маңызы бар жолдарды тазарту үшін 310 техника дайындалған. 2023 жылдың басынан бастап Абай облысында дауылды ескертулер жарияланды. Күрделі жағдайлар сақталуда. Автомобиль жолдары жабылуда. Полиция департаменті бекеттер қояды. 2023 жылғы 9 қаңтардағы жағдай бойынша республикалық маңызы бар жолдар 37 рет, облыстық маңызы бар жолдар 42 рет жабылды. Ауа райының бұзылуына байланысты қала ішіндегі жолдарға ашып айтсақ қоғамдық көлік жүретін жолдар, бұрылыстар, жолдардың түсу көтерілу бөліктеріне көктайғаққа қарсы құм себу жұмыстары жүргізілді. Жауын-шашынның көптігін ескере отырып, қалалар мен аудандардың әкімдері алдағы су тасқыны кезеңіне дайындықты күшейтіп, инертті материалдар, мотопомпалар, шанс аппараттарын дайындауды бастау қажет деп мәлімдеді бөлім басшылары. Қоғамдық орындарда балаға түсу үшін 69 мың теңге айыппұл салынады. Көше, қоғамдық орындарда боғауыз сөз айтқандар 30 тәулікке қамалуы мүмкін. Бұл туралы әкімшілік кодексінің жаңа редакциясында жазылған. Полицейлердің түсіндіруінше жаңа нормаларға сәйкес қоғамдық орындарда бейдеп сөйлегендер ісі ұсақ бұзақылық деп танылмақ. Егер бұрын мұндай құқық бұзушылыққа 17 мың теңге көлемінде айыппұл немесе 15 тәулікке дейін қамау жазасы көзделсе, енді 20 ай, яғни 69 мың теңге айыппұл немесе 30 тәулікке дейін қамау жазасы тағайындалуы мүмкін. Аз қамтылған отбасыларға баспана сатып алу үшін отбасы банк арқылы бақытты отбасы бағдарламасы жүзеге асырылуда. Егер сіз осы 4 санаттың біріне жатсаңыз, яғни көп балалы отбасы, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, бірінші және екінші топ мүгедектері бар тұлғалар, отбасында мүмкіндігі шектеулі бала болса және баспана кезегінде тұрған болсаңыз, қатысуға өтініш бере аласыз. Бағдарламаға қатысуға өтінімді келесі конкурс туралы хабарлағанда отбасы банк сайты арқылы электронды түрде беруге болады. Бағдарлама 2023 жылдың 2-ші тоқсанында басталады деп жоспарлануда. Бесқарағай ауданының жастар ресурстық орталығы жанындағы мейірімді жүрек волонтерлік тобының мүшелері тағзым мұра атты акциясын өткізді. Волонтерлер Абай саябағында орналасқан ауған соғысы кезінде қаза болған және хабар-ошарсыз кеткен жауынгерлерге арналған ескерткіш алаңын қардан тазарту жұмыстарын жүргізді.